Сәлеметсіздер ме қымбат көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды ең біріншілерден болып білгіңіз келсе, біздің арнамызға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз. 2024 жылы ең төменгі жалақы зейнетақы қанша болатыны айтылды. Үкімет 2024-2026 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы заң жобасында 2024 жылға арналған жаңа ең төменгі жалақы зейнетақы айлық есептік көрсеткішті ұсынды деп хабарлайды бүгін KZ порталы. Қазір бұл заң жобасы мәжілісте қабылданып, Сенатта қаралып жатыр. Егер парламент заң жобасын мақұлдап, президент Қасым-Жомарт Тоқаев қол қойса, 2024 жылдан бастап келесі көрсеткіштер белгіленеді. Ең төменгі жалақы 85 мың теңге болды. Бұл жұмыс берушілер жұмысшыларға ең төменгі жалақыдан төмен емес деңгейде жалақы беруге міндетті дегенді білдіреді. Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің ең төменгі мөлшері 28.215 теңге. Зейнетақының ең төменгі мөлшері 57.853 теңге. Айлық есептік көрсеткіш 306.092 теңге. Бұл Қазақстанда зейнетақы, жәрдемақы, әлеуметтік төлемдер өседі деген сөз. Сонымен қатар айыппұлдар, салықтар және басқа да төлемдердің өсетіні белгілі болды. Видеомыз кеңінен таралып, басқаларды тезірек көру үшін видеомыз жақындарыңызға, достарыңызға таратып қоюды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.